Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі оқу қызметіне дайынсыңдар ма? Математика негіздері ұйымдастырылған оқу қызметі. Тақырыбы анама көмектесемін, 5-ке дейін санаймын. Балалар, алдымен шаттық шеңберін бірге айтып алайық. Күнге қарап қолымды 1-2 деп соғайын. Қарап тұрып көршіме қолымды мен бұлғайын. Ыстық алақаныммен маңдайынан сипайын. Балалар, оқу қызметімізді бастаймыз. Есімізде сақтаймыз. Бүгіннен бастап цифрлар мен сандармен танысатын боламыз. Санау бір саннан басталады. Бір саны бір затты көрсетеді. Көп заттардың ішінен бір затты бөліп алуға болады. Цифр бұл сандарды жазуға арналған белгі. Ендеше мына тапсырманы орындап көрейікші балалар. Бір ғана зат бейнеленген суретті тауып берші маған. Ойланамыз және суретке анықтап қараймыз. Осы заттардың арасынан бір ғана зат бейнеленген суреттерді атап көрсетеміз. Ойланып отырсыңдар ма? Бір ғана зат бейнеленген суретті атап көрсетеміз. Жарайсыңдар балалар, барлығы дұрыс. Бұл жерде қолшатыр, бір шырша, біреу кірпі, және ағаштың түбірі, және де шырын толы ыдыс. Өте жақсы. Бұлардың барлығы бір заттан тұрған. Бір саны міне осылай бейнеленеді. Балалар, қараймыз. Бұл бір саны. Бір алма. Бір түбір. Бір. Қайталаймыз. Бір. Келесі тапсырманы орындау үшін видеоға назар саламыз. 2 санына ұқсас не бар деп ойлайсыңдар? Дұрыс айтасыңдар. Аққудың мойны 2 санына ұқсас екен. Санау реті бойынша бір санынан соң 2 саны келеді. Айдын көлде бір аққу жүзіп жүрді. Оған тағы бір аққу келіп қосылды. Айдын көлінде неше аққу жүзіп жүр? Дұрыс айтасыңдар, 2 аққу. Бұл 2 санының үйі. Балалар, тағы да қызықты тапсырманы орындамас бұрын серіктеу сәтін бірге орындап алайық. Оңға, солға иіліп, белімізді жаттықтырайық. Түзу тұрып иілеміз оң жаққа, дәл солай иілеміз сол жаққа. Жаттығуды қайталай, 2 жаққа жай ғана иілеміз оңға солға тоқтамай. Жаттығуды қайтала, 2 жаққа жай ғана иілеміз оңға солға тоқтамай. Балалар, бір сергіп алдық па? Ендеше Алиса мысығымен бірге сандарды, санауды, қосуды, азайтуды үйренейік. Кәне, барлығымыз бірге Алиса мысығымен бірге санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Жарайсыңдар балалар. Мына суреттерге қараймыз. Осы суреттерге қарап отырып, бір заттан тұратын заттарды қоршап сызамыз. Бұл жерде қайсысы бір заттан құралып тұр? Дұрыс айтасыңдар, бұл жердегі бір заттан ғана тұрған ол қарға және дельфин. Өте жақсы, жарайсыңдар. Енді есептерді шығарып көрейік. Орманда қоңыр аю жүрді. Оның қасына ақ аю қосылды. Орманда неше аю жүр?
Я, 1, 2. Неше аю? Дұрыс айтасыңдар, 2 аю. Дәл осылай есептерді шығаруды үйренеміз. Орманда тоты құсы ағаш басында қонып отырды. Ол өзінің құрбысы тотыны шақырды. Бұл жерде неше құс болды? Дұрыс айтасыңдар, 2 құс. Бір затқа екінші затты қоссақ, 2 зат шығады екен, не балалар? Бір тотыға бір тотыны қосқан кезде неше тоты болды? Дұрыс айтасыңдар, 2 тоты болды. Яғни бұл жерде бір санына бір санын қосқанда 2 саны шықты. Есімізде сақтаймыз, я балалар. Осылай сандарды қосуды үйренеміз. Келесі есепті шығарып көрейік. 2 тоты құсы ағаш басында қонып отырды. Бір кезде бір тоты ұшып кетті. Ағаш басында неше тоты қалды? Кәне, бәріміз бірге жазып көрейік. 2 құстан бір құсты азайтқанда 1 саны шығады. 2 тотыдан бір тоты кетіп қалған кезде неше тоты қалды? 1 тоты қалды. Жарайсыңдар, бұл азайту амалы. 2 санынан 1 санын азайтқанда 1 саны қалады. Сандарды қосуға және азайтуға болады екен, балалар. Балалар, Алиса мысығы бізге сандарды, санауды, сандарды қосуды және азайтуды үйретті. Келесі кездескенше, Алиса, сау бол. Саған көп-көп рахмет. Балалар, Алиса мысықтың көмегімен 1 және 2 сандарымен таныс болдық. Енді 3 санымен танысамыз. Екіліктен кейін қараңдар. 3 саны шықты, жараңдар. 3-ші орын тұрағы 3 ілмектен тұрады. Балалар, бұл 3 саны. Қарайықшы суретке, балалар. Бұл 3 санның үйі. 3 саны 3 бірліктен тұрады. 3 саны шығу үшін 2 және 1 сандарының қосындысына тең. 3 саны 1 және 2 сандарының қосындысына тең. Есімізде сақтаймыз. 3 саны сандық сәуледе 2 санынан соң келеді. Балалар, мына суреттегі тапсырмаға қарайықшы. Сурет бойынша өрнек құрастырып көрейік. Аулада 2 мысық ойнап отырды. Оған 1 мысық қосылды. Аулада барлығы неше мысық жүр? Я, 2 қосу 1. Қанша болады, балалар? Дұрыс айтасыңдар. 2 қосу 1 тең 3 болады. Аулада 3 мысық ойнап жүр. Келесі азайту амалына өрнек құрастырамыз. Орманда 3 жануар бірге ойнап жүрді. Олар қоян, тиін және күшік. Енді осы жануарлардың ішінен 2-і қашып кетті. Неше жануар қалды? Ойланамыз, балалар. 3 азайту 2 тең 1. Бір ғана қоян қалды. Бұл 3 санның жазылу түрі. 3 санын үйде дәптерге бірнеше рет жазып қайталаймыз. Балалар, қане, дәптерімізге қарайық. Жұмыс дәптерімізді ашамыз. Суретте бейнеленген заттарды санап, қандай заттардың нешеу екендігін айтамыз. Және мына жердегі суреттегі заттарды санап, сәйкес цифрмен қосып, сызып қосамыз, балалар.
Бұл бізде бірінші тапсырма. Екінші тапсырмада берілген өрнектерді қаламмен бастырып сызамыз. Үшінші тапсырмада әр тәрелкедегі жемістерді санап, тиісті цифрларды жапсырамыз. Жапсырмалар дәптердің ортасында. Жарайсыңдар балалар, бүгінгі оқу қызметіне жақсы қатыстыңдар. Жарайсыңдар, сау болыңдар балалар.